Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Лүпіл басып, тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Бүгін біз қарапайым үйде қолжетімді заттардан 3 түрлі шайға десерт әзірлейміз. Барлығы сүзбеден болатын болады. Ол үшін бізге сүзбе керек. Және де кукуруз крахмалы қажет болады. Қаймақ керек болады, 15-20% болса да ешқандай маңыздылығы жоқ. Разрыхлитель керек, ұн керек, қант керек болады бізге, 1 лимон керек болады, сары май және 4 жұмыртқа. Ал енді ең бірінші творожно-лимонный пирогымызды әзірлейміз. Ол үшін бізге комната температурасында жұмсақ майға ұнымызды қосамыз. Және қолымызбен үпкілеп шығамыз да өлшеміне қарай қаймақты салып, песочный қамырымызды иілейміз. Қамырымызды әбден иілеп болғасын пакетке салып, тоңазытқышқа демалдырып қоямыз. Енді салмасын әзірлейміз. Салмасына сүзбе, қант, 1 жұмыртқа, кукуруз крахмалын саламыз және 1 лимонның суын сығып қосамыз. Лимонның цедрасын басқа рецептке қолданамыз. Әбден салмасын араластырып дайындап болғасын, қамырын видеодағыдай чұқалап жайып, формамызға кигізіп, артық жерлерін алып тастаймыз. Ол бізге әсемдеуге қажет болады. Енді салмасын формамызға саламыз да тегістеп шығамыз. Қалған қамырымен, қалауыңызбен әртүрлі етіп әсемдесеңіз болады. Мен видеодағыдай жолақтарды екі шетіне қойып, ортасына әдемі бантик жасадым. Творожно-лимонный пирогымызды 200 градуста қызып тұрған пеште 30-35 минуттай пісіріп аламыз. Пирогты әбден суытып барып кесуге кеңес беремін. Творожно-лимонный пирогымыз өте дәмді, нәзік, әрі лимонның қышқылтымы әдемі дәм беріп тұрады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ал енді біз келесі рецептімізге көшейік. Енді творожное печенье әзірлейміз. Ол үшін бізге сүзбе қажет болады, 2 жұмыртқаның сарысы керек болады, және жаңағы лимонның цедрасы, қант, қаймақ және бөлме температурасындағы май. Ол видеоға түспей қалыпты өкінішке орай. Барлығын видеодағыдай жақсылап әбден езгілеп аламыз да, ұнды және разрыхлительді қосып, жұмсақ қолға жабысқан қамырды иілейміз. Сол үшін ұнды қолданамыз. Әбден ұнмен аунатып, июн қандырып иілейміз да пакетке салып, әдеттегідей холодильникке жарты сағатқа демалдырамыз. Холодильниктен алып, тағы да ұнның көмегімен видеодағыдай әр бөлікке кесіп, сосын 4 бұрыштап кесіп шығамыз. Ол кесінділерді видеодағыдай домалақтап шығамыз. Қолымызға жабыспас үшін ұндап тұруды ұмытпаймыз. Сосын видеодағыдай печеньелердің формасына келтіріп противенге саламыз. Печеньелерді қызып тұрған 200 градус пеште 15-20 минуттай пісіреміз. Печеньелер өте дәмді болып шығады. Ал енді сүзбелі рогаликтерді әзірлейміз. Ыдысқа бөлме температурасындағы сары майды, қаймақты, қантты және 1 жұмыртқаны салып, әбден араластырамыз. Әдеттегідей ұнмен разрыхлительді қосып, видеодағыдай қамыр иілейміз. Қамыр қолға жабысқақтау болады, сондықтан бұны да ұнның көмегімен әбден иілеп, тоңазытқышқа жарты сағатқа қоямыз. Енді салмасын әзірлейміз. Салмасына сүзбе, кукуруз крахмалы және қант әбден араластырамыз. Осымен салмасы дайын. Енді қамырымызды 2 бөлікке бөлеміз. Сосын домалақтап, жұқалап жайып шығамызды кесеміз. Оның ішіне салмасын салып, видеодағыдай рогаликтерді орап шығамыз. Рогаликтерді 200 градуста қызып тұрған пеште 15-20 минуттай пісіреміз. Рогаликтер өте дәмді, жұмсақ, керемет болып шығады. Сахарный пудрамен әсемдесеңіз болады. Осындай қарапайым қолжетімді бірдей заттардан 3 түрлі шайға тәтті пісіре аласыздар. Бәріңізге ас болсын, каналға жазылып, лүпіл басуды ұмытпаңыздар.